Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, видеоларыма лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен және де әлеуметтік желілерде бөлісе отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай өте тамаша шығатын тауықты маринадтаудың жолымен бөліскім келеді. Мен бұл видеода тек қана тауықтың қанаттарын ғана маринадтадым, бірақ тауықтың голендерін, яғни санеттерін алып та жасауға болады. Мен описанияда барлық құрамды жазып қалдырамын. Менде мына жерде бір упаковка, яғни тауықтың қанаттары. Жалпы мен описанияда тауықтың қанаттары мен жаңағы санеттерін бір упаковкадан алғандағы көлемді қалдыратын боламын. Осы тауықтың қанаттары мен әбден жақсылап жуып ұштарын кескеннен кейін тұзымды, бұрышымды, кориандр және томат бастысын, сондай-ақ өздеріңіз пайдаланатын кез келген медті салуға болады. Менде дәл қазіргі уақытта осы мед болғандықтан мен осы медті пайдаландым. Және де менде майонез мына жерде үйден жасалған қолдың майонезі. Кез келген майонезді өздеріңіз сала бересіздер, және де чеснокты осылай үкіштен өткізіп саласыздар. Чеснокты үкіштен немесе чеснок ататын құрылғыдан өткізіп салсаңыздар да болады. Міне бәрін салып, мен мына жерде жақсылап тұрып маринадқа араластырдым, және бұл маринадқа қойғанымды холодильникке 2 сағатқа маринадтауға қоямыз. Мен жаңа маринадтаған кезде менде лимон болмай қалып, лимонды содан кейін әкеліп қазір салдым. Жалпысында маринадтың кезінде осылай жарты лимонды бәрін бірге салып, бір жолата маринадтап 2 сағатқа салқын жерге қойып тастайсыздар. Салқын жерде менде холодильникте тұрды. Бір түнге қоюға да болады, түнде маринадтап, таңертең пісіруге де болады. Осылай мен маринадталған тауықтарымды противенге пергамент төсеп, пергаментке бәрін салып алдым, және үстінен шыққан соусты да бір үстерінен жүріп құйып жібердім. Енді қазір пеште 180 градуста 30 минут пісіріп алдым. Менде 25 минутта дайын болып қалды. Міне менің тауық қанаттарым пісіп жатыр. Кішкене сәлшеттері күйіп кетті. Осындай болып шықты. Өте дәмді, иісі дейтін бір құраған керемет тауық қанаттары шықты. Міне әп-әдемі болып шығатын, кез келген столдың сәнін беретін тауықтың қанаттары болды. Тауықтың қанаттарын голенмен бірге, яғни санеттермен бірге қосып жасауға да болады. Мен тек қана тауық қанаттарымен жасадым. Видеомды көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.